Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге өзгеше, дәмді, құрма қосылған өте жұмсақ пирогты жасап көрсетеміз. Біздерге өте жұмсақ, бұлбырап піскен құрма қажет болады. Сүйегін, сыртқы қабығын алып тастап, шанышқының көмегімен осылай езіп аламыз. Енді басқа ыдысымызға ұнды, қопсытқыш, шекер, тұзды салып, біркелкі етіп араластырып қоямыз. Грек жаңғағын ұсақтап, ұнтақтап, оны дайындап қоямыз. Енді үлкендеу ыдысымызға дүкеннің сары майын, жұмыртқаны салып, осылай езгілеп, араластырып, үстіне құрманы қосамыз. Ұнды қосып, масы біркелкі болғанға дейін әбден араластырамыз. Бізде орташа сұйықтықтағы қамыр дайын болады, масы дайын болады. Үстіне жаңғақты қосып, енді форманың астына пергамент қағазын төсеп, осылай массаны құямыз. Пешімізді қыздырып қоямыз. Қызып тұрған пешке салып, жарты сағатта осындай өте жұмсақ, дәмді пирогымызды пісіріп аламыз. Үстіне сахарный пудра қосып, пирогымыз дайын. Өте жұмсақ, өте дәмді ас болсын.